Өзгеріп кеткен Дана Есеева жазасын өтеп жатқан күйеуі Мержан Төребаевпен қаншалықты жиі жолығатынын айтты. Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған Мержан Төребаевтың әйелі, блогер-кәсіпкер Дана Есеева күйеуінің жағдайын айтты. Күйеуім туралы жиі сұрайды, мен не деп айтамын? Оның оқиғасы қоғамда резонанс тудырып еді. Қаншама қиындық көрді, үй қамағында болды, одан кейін тергеу изоляторында жатты. Сот шешімі шыққаннан кейін толық жазасын өтеуге кетті. Жақында заң аясында қысқа мерзімді демалысқа келіп еді, халық шулап кетті. Бірақ заңда жазасын өтеп жатқан адам демалысқа үйіне келе алады. Ол да солай келді. Кейбір адамдар бір кетіп бір шығып не істеп жүр деп сөкті. Оны көру үшін жиі Павлодарға ұшып барамын, деді Дана. Сондай-ақ блогер келіншек жолдасының қалай өзгергенін де айтып берді. Темір тордың ар жағында отырғандар не жақсы не жаман болып келеді деген түсінік бар. Сотталған адамның бәрі де бұрынғыша болмайтыны анық. Ол қатты өзгеріп кеткен, табиғатынан мықты жігерлі адам еді. Сол болмысы бекей түскен, көп ойланады. Еске салайық, Төребаев пен Жерниязов қылмыстық кодекстің 217 бабы қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша кінәлі деп танылды. Олардың әрқайсысы 5 жылдан бас бостандығынан айырылды, ал қалған айыпталушылар 8 жылдан 14 жыл арқалаған еді.